Қазақтың ұлттық ойындарын білесіңдер ме? Бәйге, ханталапай, бәйге, Керемет. арқан тарту, Арқан тарту. көкпар. Көкпар. Қандай ақылдысыңдар балалар, керемет, жарайсыңдар. Бүгін қазақтың ұлттық ойыны ханталапай ойынын ойнаймыз, балалар? Менің қолымда не? Дорба. Дорбаның ішінде не бар екен? Асы. Жарайсыңдар балалар. Ал енді, қандай асық? Кішкентай асық. Мына асығымыз қалай тұр? Бүк. Шік. Жарайсыңдар. Тәйке, балалар, жарайсыңдар. Енді осы ханталапай ойынның шартын мен сендерге түсіндіре кетейін, балалар. Менің дорбадағы асықтардың ішінде бір қызыл асық бар, балалар. Ол хан асығы, Егер қазір мен дорбаны шашқан кезде, балалар, сол хан асығын кім алады, сол бірінші ойынды бастайды, балалар, Содан мен асықтарымызды жинап алғаннан кейін санаймыз. Одан кейін біз бәрін тізіп, асықтарымызды қойып, сосын атып, ойынды бастаймыз. Жарай ма, балалар? Бірінші мен дорбадағы асықты шашайын, Санаймыз. Асықтарымызды. Біздің қызыл хан асығымыз. Біздің қызыл хан асығымыз кімге түсеген, балалар? Артурға түсіпті. Біздің ойынды кім бастайды енді? Артур бастайды. 8 жарайсың. Қандай керемет. Ал енді балалар, ойынымызға барайық, Асықтарымызды тіземіз әдемілеп. Тізіп алайық. Қолымызда бір асық қалсын, балалар? Тіземіз, балалар, тіземіз. Бізде қазір ойынды Артур бастайды, Ал енді жарайсыңдар, балалар, тұрамыз. Енді біз қазір асықтарымызды атамыз, Бізде кім бастайды? Артур бастайды. Артур бастайды. Ой, жарайсың, Артур. Енді тағы бір рет атамыз, Егер асығымызға тиіп жатса, тағы бір рет атады. Жарайсың, асығымды алып келе қой, Артур. Келесі бізде едіге атады. Едіге ата қой. Артур, келе қой. Едіге ата. Ой, жарайсың. Сен асығымызға тидің, енді тағы бір рет ойнаймыз. Алып келе қой. Ата қой. Едіге атамыз. Ой, жарайсың. Қандай мергенсің, едіге. Айсұлтан қазір күте тұра ғой. Айсұлтан. Едіге атады. Едіге біздің асықтарға тиіп, өте мерген екенсің. Тұра. Едіге атады, Айсұлтан. Жарайсың. Асығымды алып келе ғой. Енді бізде аяла атады, қазір. Күте тұрамыз, аяла атады. Ой, жарайсың, аяла қандай мерген. Жарайсың. Енді тағы бір рет аяла атады. Ой, жарайсың. Керемет, балалар. Мына біздің асық ату ойынымыз біздің балаларымызды шапшаңдыққа, жылдамдыққа, Айсұлтан, ал ата қой. Ой, жарайсың, Айсұлтан. Шапшаңдыққа, жылдамдыққа, және біздің саусақ моторикамызға әсер етеді екен, балалар? Енді осы қазақтың ұлттық ойыны, осы ханталапай ойынын өздерің достарыңмен, үйде, ата-аналармен бірге ойнаңдар, балалар? Өте қызық болды ма, ұнады ма ойын? Жарайсыңдар, балалар.